орта. Бізді қоршаған орта, сабақтың басынан мақсатты оқушыларға қоршаған ортаны аялау керектігін түсіндіру. Пилот бұл. Робототехника маман. Робототехника маман болу керек, иә? Кәдімгі арман орындау. Маркетолог, например. Немесе антикор мамандығын таңдайтын таңдасам екен шіркін. Мамандығын таңдап береді. Ескертіп және тәлім бере отырып, залалды болдырмауға тырысылды. Қоршаған ортаны қорғай отырып олар сондай-ақ өздерін де қорғайды. Қоршаған ортаны қорғау жөніндегі әрекеттерге қолдау көрсету үшін әртүрлі топтармен Табиғат өте лас болып жатыр. Осы біздің 5-6 ұрпақта кейін бұл жер жоғалып кетуі мүмкін. Сондықтан біз әркімде әр адамның басында бір машинадан болса, біздің айналамыз тез ластанып кетеді. Және айналамыз тез ластанып кетсе, біздің ұрпақтарымызға ештеңе қалмай қалады. Сондықтан бұны кәдімгі машиналарды қолдануды азайтып және велосипед қолдануды бастау керек. Әйтпесе бұл жер тез ластанып, тез жойылып кетуі мүмкін. Жердің бетіндегі тіршілікке және өзімізге жойылады. Айдол, сен жақсы керемет. Айдол, сен не деп қалай ойлайсың? Бұл жерде видеороликте бізде табиғаттың ластанғанын, және ауаның ластанғанын, көліктер ғана велосипед қолдануды ұсынған, бірақ мен оған қатты келісе бермеймін. Себебі қазір ол көліктің сөйлемнің барлық мүшесі де сөйлемнің бірыңғай мүшелері бола алады. Жақсы, осы жерден. адамға дос, жолдас, бауыр. Баяндауыш, дос, баяндауыш. Екі сызықтың тұрып тұр, өйткені ғана не сияқты ғой, ол жерде. Баяндауыш түсіне кеткеннен кейін, дос, жолдас, бауыр деген барлық бір сұрақ жоқ деген, ол бірыңғай мүше болады. Одан кейін, мысалы, үшінші сөйлемде сен сонда жалпылауыш сөздер болады. Ондай қызметті есімдіктер, сондай-ақ сан есімдер де атқарады. Мысалға, арқаға аяқ салып түскен барып, екі оттың орыс Қытай арасына. Осы. Білмеймін сол.